Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге спорттық гимнастика туралы айтатын боламын. Оның пайдасы, не үшін біз оны таңдағанымызды видеоның соңына дейін қарасаңыздар түсінетін боласыздар. Ендеше кеттік, лайк басуды және подписация етуді ұмытпаңыздар. Біз спорттық гимнастикаға дейін таэквондо, карате, джиу-джитсу, дзюдо, бокс, барлық спорт түрлеріне барып көрдік. Бірақ Ернұрға төбелесетін, спаррингке шығатын спорт түрлері ұнамады. Сондықтан бізде Шымкентте жаңадан Евдокимов School деген спорттық гимнастика ашылып жатқанын көріп, Евгений Евдокимовтың өзінен оқуға осы орталыққа келдік. Спорттық гимнастиканың пайдасы тек қана денеге емес, сондай-ақ ол мидың да дамуына, дененің икемді болуына көмектеседі. Егер білесіздер ме, достар, спорттық гимнастика олимпиадалық ойындардың қатарына кіреді. Ернұр небәрі бір айдың ішінде мынау кольцода айналуды, аттан секіруді, қашықтыққа, биіктікке секіруді үйренді. Міне ат дегеніміз осы аттан секіруді үйренді. Және бір айдың ішінде шпагатқа отыруды үйренді. Қанша спортқа берсек те Ернұр ешқайсысын ұнатпай жүрген, ал дәл осы спорттық гимнастикаға күнде барайықшы деп қатты қуанып өз қалауымен барып жүрді. Бұл жерде жаттығумен қатар неше түрлі эстафеталар, жарыстар, күшті, керемет, қызықты ойындар болатын еді. Ернұр турникте неше түрлі турниктарды жасауды үйреніп, шымыр бола түсті. Бірақ оңай емес, сіздер ойлағандай. Өйткені әр жасқа қарай, міне арқаннан өрмелеуді де үйренді осылай. Әр жасқа қарай түрлі нагрузкалар бар. Мысалы, 50 пресс, 60 приседание, 70 отжимание деген сияқты сондай нагрузкасы өте үлкен. Мысалы 8 жастан бастап жоғарғы категория кетеді. 8 жасқа дейін кіші категориямен жаттығады. Бірақ бізге өте қатты ұнады. Міне мына видеодан Ернұрдың шпагатқа отыруға үйренгенін білесіз, көре аласыздар. Және шнурға да отырады. Шнур деген тігінен отырады. Біз Айкошанды алып барып жүрдік. Негізі 2 жастан бастап қатысуға болады екен. Айтқандай балалар, сондай-ақ бұл жерде батутта секірудің де неше түрлі техникаларын үйретеді. Міне турникта осылай салбырап тұрады, 30-ға дейін санайды. Тұрын қараңыздар, міне Ернұрдың өте қатты қиын болды басында, бірақ Ернұрға қатты ұнайтын, өте көп энергиямен, сондай қуанып, күшті болып өзін қатты керемет сезінетін. Егер білмейтіндер болса, Шымкент қаласында осы Евдокимов School'дың 2 филиалы ашылды. Біреуі Нұрсатта, біреуі 11-ші микрорайонда. Сондай-ақ Алматы, Астана қалаларында да филиалдары бар деп мен естігенмін. Бірақ оны өздеріңіз тексеріп көріңіздер. YouTube'дағы кім еді осындай челлендж істейтінші? Твой любимый, который деньги дарит, кто? Как его звали? Так, шатайся и... Қиын ғой, кәдімгідей қиын. Не ойлап табады екен, қалай жетеді. Анау шы, ақша беретін ютубта шы осындай өтсең, кім еді сол? Өтті. Молодец. Ернұр қиыннан өтті, жаман қиын. Анаусынан өтесіз.
Ё-моё! Капец это! Мотивация вернуться просто. Ему чем выше, тем страшнее. Молодец! Павел, а ты шмики здоров? Достар, видеомыз пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.